Бәріңізге сәлем. Бүгін өте дамды штрудель тағамын дайындаймыз. Ол үшін бізге ет керек болады. Етті осылай алып, ірі-ірі бөліктерге бөлеміз. Осындай үлкен жеу асты жабыспайтын кастрюль немесе қазан керек болады. Қазанымыздың астын қыздырып, бір шай кесе сұйық май құямыз. Оған жаңағы туралған етімізді салып, шыжғырамыз. Етімізді 5 минутта шыжғыраннан кейін үстіне біраз қасық томат салып қуырамыз. Бес минутта қуырғаннан кейін үстіне жылы қайнаған су құйып, орташа жылдамдықта 30 минутта қайнатамыз. Судың көлемі ет бататындай болуы керек. Етіміз қайнап жатқан кезде көкөністерімізді тазалап дайындап аламыз. Бізге керек көкөністер сәбіз, картоп, тәтті бұрыш, жуа және сарымсақ. Көкөністерді видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Қайнап жатқан етке 2 шай қасық тұз саламыз. Ендігі кезекте штрудельдерімізді дайындап аламыз. Ол үшін кәдімгідей еттің қамырына елегендей 2 нан жайып аламыз. Еттің нанын жайып алған соң үстіне осылай сұйық май жағамыз. Майды жағып болған соң, оны қақ ортасынан 2-ге бөлеміз. Бөлген бөліктерді осылай етіп дөңгелектеп ораймыз. Штрудельдер дайын болған соң қайнаған сорпаға көкөністерімізді салып бастаймыз. Егер сорпаңыз тартылып қалған болса, шамалы қайнаған су құюыңызға болады. Видеода көрсетілгендей көкөністерді осы ретпен саламыз. Арасына 1-2 лавр жапырағын саламыз. Тұзбен бұрышта саламыз. Барлығын салып болған соң үстіне қамырымызды саламыз. Қамырымыз сорпаға батпауы тиіс. Көкөністердің үстінде тұруы керек. Қамырымызды салып болғаннан кейін
кастрюлямыздың қақпағын жауып 7 минут қатты оттың жылдамдығында қоямыз. Одан соң кастрюлямыздың бетін ашпай 50 минут ең кішкентай оттың жылдамдығына қоямыз. Тағамымыз дайын болған соң видеоның басында көрсетілгендей әдемілеп қоямыз. Ас болсын.